Тіл – ұлттың жаны, рухы, оның бет-бейнесі, өткені мен бүгінгі болашағы. Сондықтан әр халық өз тілінде мақтанып қана қоймай, оны дамытып, жұмыс жасау керек. Тіл – ең ұлы қару, ең асыл құндылық. Тіл – ең керемет қатынас құралы. Ал қазақ тілі мағынасы көп, синонимдік тіркесі мол, сөйлеу стилі сұлу, ерекше тіл. Тек қолданатын халықтың саны аз демесеңіз, бұл тілдің құдіреті үлкен. 1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақ КСР-ның тіл туралы заңы қабылданып, оның бірінші бабында қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілді. Қазақстан Республикасының 93 жылы 28 қаңтарда қабылданған Конституциясында Қазақстан Республикасы мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жазылды. 1997 жылы 11 шілдеде қабылданған тіл туралы заңының 4 бабында мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот актісі мен іс қағаздарын жүргізу тілі деп көрсетілген. Ақын жазушылардың тіл туралы пікірлері. Ана тілінен айырылған адам өз халқы жасаған мәдени мұраның бәрінен құралақан қалады. Мүсірепов. Қазақ тілі сұлулығымен бой балқытып, тамаша мұрататын, жан-жүйеңді жандырып, құлақ құрышының қандыратын, өткірлігімен қысылтаяң тұста ер мен елге бірдей медет беріп, адам түгіл жағдайдың өзінің аузына құм құятын ғажайып кемел тіл. Бауыржан Момышұлы. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутымнан, құлағыма сіңірген тыныс үнін. Торайғыров. Тілдің тіршіліктегі мәніне қазақ ежелден көңіл бөлген, сондықтан да өнер алды қызыл тіл дейді. Мұқанов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту. Момышұлы. Дүниежүзілік аренадағы қазақ тілі. Стратегиялық тұрғыдан ойласақ, қазақ жеріне біртіндеп ену тактикасы орыс тілі үстемдік етіп тұрса ғана кедергісіз жүзеге аса алады. Тілі жоқ, халықта ұлттық өршіл патриотизм әлсіз болады. Ондай елдерді бейбіт түрде қарсылықсыз жауап алудың біршама оңай болатыны тарихта талай дәлелденген нәрсе. Қорытындылай келсек, осы аталған факторларды ескере отырып, әлемдік кеңістікте қазақ тіліне деген көзқарастың біркелкі емес екенін көреміз. Бірақ ол Қазақстан мемлекетінің, оның билігінің ана тілге деген қатынасынан толық тәуелді. Егер экономикалық дамумен бірге Қазақстан үкіметі тіл мәселесін қатар шешіп отырса, онда болашақта әлемдік кеңістікте қазақ тіліне деген қызығушылық өсе береді деп болжам жасауға болады. Ендеше қазақ тілін меңгеру, оны оқыту мәселелері Қазақстанда ғана емес, өзге шет елдерде де өзектілігін ешқашан жоғалтпайды. Және де бұл жалаң сөз емес.